Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы біртүрлі мамандық. Қазақ тілі 7-ші сынып. Сабақты жүргізетін мен Тәтебекова Айнұр Андабековна. Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Сабағымызды ең алдымен топқа бөлінуден бастаймыз. Мамандық иелері жасырылған суреттер арқылы топқа бөлінеміз. Оқу мақсаты: перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Бағалау критерийі: перифразаның әртүрлі тәсілдерін қолданып сұрақтар құрастырады. Сөздік қор мен сөздік құрамның ерекшеліктерін түсініп қолданады. Сұрақтар себеті арқылы үй тапсырмасы пысықталады. Мына сөйлемдерге назар аударыңыздар. Ертеңгі шайға бәріміз бір қора болып жолзына айнала келіп отырмыз. Бердібек Соқпақбаев: біз де бала болғанбыз. Жозы: аласа дөңгелек стол. Екінші сөйлем: жастар жөні тегіс атқа мінген. Әбдіжәміл Нұрпейісов: Қарменкер. Жөні: жағы. Үшінші сөйлемге назар аударыңыздар. Сөзінің беті түзеліп, бар аңғары танылған соң, дәл желке тұсынан жөткіріп қап, түрегеле қойдым. Мұхтар Әуезов: Абай жолы романынан алынған. Жөткіру, жөтелу, тамағын құру. Сөздік құрамның диалект сөздер мен жаргон сөздер арқылы толығуы. Диалект сөздер белгілі бір жердегі тұрғындардың сөйлеу тілінде ғана қолданылатын сөздер. Диалект сөздер жалпы халықтық болып есептелмейді. Диалект сөздердің бірнеше түрі бар. Фонетикалық диалектизмдер: болашақ, бұяқ. Грамматикалық диалектизмдер: барғайы, барғалы орнына. Лексикалық диалектизмдер: беймарал, арқайын, жайбарақат. Жаргон сөздер: қазіргі тілде жаргон әсіресе жастар тілінде, жастар сленгісі кеңінен қолданыс тапты. Жаргон шағын ғана әлеуметтік топқа қызмет ететін, өзіне тән грамматикалық құрылысы мен сөздік қоры жоқ, жалпы халыққа түсініксіз жасанды тіл. Жаргонның түрлері: әскери жаргон, журналистік жаргон, компьютерлік сленг, ойын жаргоны, сауда жаргоны, жастар сленгісі. Бірінші тапсырма: біртүрлі мамандықтар дегенді қалай түсінесіңдер, балалар? Бірінші, екінші, үшінші топқа мәтінді оқыңдар. Перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Мысалы, неліктен әлемде біртүрлі мамандықтар пайда болуда? Әңгімелесуші мамандығының болашағы қандай? Бірінші топқа мәтінде көрсетілген біртүрлі мамандықтардың қайсысы сен үшін біртүрлі, ал қайсысы қалыпты? Бірінші, екінші, үшінші топқа мәтіндегі қарамен жазылған сөйлемге пунктуациялық талдау жасаңдар. Кез келген адам мұны, реніші, ашуы, қорқынышы, қуанышымен бөлісіп, ішіндегі сезімін сыртқа шығарады. Екінші топқа мәтіндегі кірме сөздердің санын анықтаңдар. Үшінші топқа мәтіндегі өздеріне қызықты әрі күлкілі болған мамандықтың иесіне хат жазыңдар. Дескрипторларға назар аударыңыздар. Екінші топ: талаптарыңызға нұр жаусын, кері байланыс беріледі. Екінші тапсырма: диалектологиялық сөздікке сүйене отырып, бірнеше диалект сөздер келіңіздер. Әдеби тілдегі нұсқасын келтіріп, мағынасын түсіндіріңдер. Дескрипторға назар аударыңыздар. Бірінші топқа төңкерілген сұрақ әдісі бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Қазақ тілінде диалект бар ма? Атырау мен Алтайдың арасы бірін-бірі сөздіксіз түсіне беретін неліктен? Биіктен көрініңіздер, кері байланыс беріледі. Екінші топқа тіл мәдениеті дегеніміз не? Жаргон сөздермен сөйлеу дұрыс па? Өте жақсы, кері байланыс беріледі. Үшінші топқа диалект сөздердің көбі тарихи сөздер дегенге келісесіңдер ме? Кәсіби сөздер мен диалект сөздер бір ме? Жетінші, кәсіби сөздердің термин сөздерден айырмасы неде? Өркендей беріңіздер деген кері байланыс беріледі. Үшінші тапсырма: жастар арасында қолданылатын сленг бірліктерді пайдаланып, диалог құрастырыңдар. Дескрипторларға назар аударыңыздар. Сленг бірліктерді пайдаланады.
диалог құрастырады. Келесі тапсырма жағдаяттық тапсырма. Бірінші топқа топ және достар. Екінші топқа ұялы телефон. Үшінші топқа туған күн кешінде. Жағдаятты тапсырмаға белсенді қатысқандар үшін мына сендерге деген кері байланыс беріледі. Төртінші тапсырма. Диалект сөздер мен жаргон сөздердің қолданысы сөйлеу негізінде тіл мәдениетін, әдеби тілді сақтаудың маңызы және қажеттілігі туралы уақыт шеңбері әдісі бойынша пікірталас ұйымдастырыңдар. Дескрипторларға назар аударыңыздар. Келесі тапсырма бірінші, екінші, үшінші топқа. Уақыт шеңберіндегі ең маңызды ереже талқылауға барлығы түгелдей қатысулар керек. Бұл бірінші болып өткізуге тиісті тапсырмалардың бірі. Негізгі үш ережені сақталуы керек. Тек біреу ғана сөйлеу керек. Әңгіме тақырыбы ережелерінің сақталуына мүмкіндік туғызуы керек. Егер сіз бір тақырып аясында сөйлегіңіз келмесе, сөзіңізді басқаға бере аласыз. Ешқандай қатты ескерту болмауы керек. Дайындықтарыңыз өте тамаша деген кері байланыс беріледі. Бесінші тапсырма. Екі топқа бөлініп пікірталас ұйымдастырыңдар. Бірінші топ. Қазір қазақ тілінде диалект сөздер бар. Екінші топ. Диалект сөздер жоқ. Қазақ тіліндегі сөздердің барлығы қазақ халқына ортақ. А тапсырмасы. Диалект сөздерді танып білу не үшін қажет? Жеке-жеке тоқталып түсіндіріп өттіңдер. Мәселен, лекторлар үшін диалект сөздерді білудің маңыздылығы қандай? Ә тапсырмасы. Керек дерек мәтінінде қарамен берілген сөйлемге пунктуациялық талдау жасаңдар. Дескрипторларға назар аударыңыздар. Жолдарыңыз ашық болсын, кері байланыс беріледі. Конверт сұрақ әдісі бойынша бірінші, екінші, үшінші топтағы оқушыларға тапсырмалар беріледі. Жетінші тапсырма. Мамандыққа байланысты ең ойынын ойнаңдар. Ең ақшасы көп мамандық, ең тәтті мамандық, ең жауапты мамандық, ең күлкілі мамандық, ең салмақты мамандық. Еңбектерің бүгін жемісті болды. Кері байланыс беріледі. Транспарант әдісі арқылы оқушылар бүгінгі сабақта меңгерген тақырып туралы білімдерін транспарантқа түсіреді. Осы әдіс арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Өте керемет. Тағы бір шыңға шықтыңдар. Кері байланыс беріледі. Сабақ соңында кері байланыс. Менің сабақтан кейінгі әсерім кестесі бойынша қандай ой пайда болды, не сезіндім, не ұнады, не қиын болды деген сұрақтарға жауап береді. Үйге тапсырма. Жетінші тапсырма. 21 ғасырдағы мамандықтар тақырыбында реферат жоспарын құрып, қай тарауда не айтатындарыңды қысқаша баяндаңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.